сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 4 сынып 10 сабақ. Сабақтың тақырыбы дыбыс үндестігі. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Сабақтың соңына дейін лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият қарап отырыңыздар. Ендеше табиғат ғажайыптары дыбыс үндестігі. Суретте сызбаның көмегімен мәтіннің мазмұнын болжауды, сөздерді дыбыс үндестігіне сәйкес айтуды үйренемін. Суретте сызбаға қарап мәтіннің мазмұнын болжа. Мәтін не туралы? Бала көбелектерді қуып ұстап жүр. Мәтін көбелек жұлдыз құрттар жайлы деп ойлаймын. Ал келесі өлеңді мұқият тыңда. Өз болжамыңның дұрыстығын тексер. Енді ғана ашқаным, мені неге ұстадың? Дәу көбелек болғанша, жүріп өтем жолғанша. Деп көбелек шақты мұң, бас алмастан аптығын. Жұмыртқадан жарылып, жапырақты нәр алып, жұлдыз құртқа айналдым, бой түзедім таранып. Қабақтарым алғашқы, бірінші жет алмасты, кие бермей әлдене, еліктедім сәнгеде. Жамылға орап сыртыма, енем сосын ұйқыға. Күнде өсіп доламын, қуыршақта боламын. Көбелек боп жетіліп, қанатымды қағамын. Мың құбылған түскенем, жарысамын құспенен. Бөкен Әшенов. Мәтінге ат қой, қарымен жазылған сөздерге жалғау не себепті бірде жауап, бірде жіңішке жалғанады. Мәтінге көбелектер деп ат қоямыз. Қарымен жазылған сөздер жұлдыз құртқа, түске. Дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, өзара сәйкестеніп айтылуын дыбыссыз үндестігі деп атайды. Қаздар, тастан, қабы. Көп нүктенің орнына тұсындағы қосымшалардың тиістісін қойып жаз. Бірінші, табиғат ғажайыптары, көкек дауысы, ауыл маңы. Ның-ның, тың-тың, тың-тың. Екінші, қырман, бару мектеп, келу қуыршақ кигізу, кеме міну. Ға-ге, қа-ке. Үшінші, үлкендер үйрену, жіп тоқу, мата тігу. Наң-нең, даң-дең, таң-тең. Түпір сөздің соңындағы және қосымшадағы бірінші дыбыстың астын сыз. Олардың қандай дыбыс екенін айт, содан өзінің қорытынды жаса. Бірінші, табиғаттың ғажайыптары, көкектің дауысы, ауылдың маңы. Екінші, қырманға бару, мектепке келу, қуыршаққа кигізу, кемеге міну. Үшінші, үлкендерден үйрену, жіптен тоқу, матадан тігу. Суреттегі сад атауларын үш жақтан тәуелдеп айт. Тәуелдік жалғау жалғанған кезде түпір сөздердің қандай өзгеріске ұшырағанын айт. Бірінші, күшік, топ, әтешпелігіне. Бірінші жақ менің күшігім. Екінші жақ сенің күшігің, сіздің күшігіңіз. Үшінші жақ оның күшігі. Менің тобым, сенің тобың, сіздің тобыңыз, оның тобы. Менің тауығым, сенің тауығың, сіздің тауығыңыз, оның тауығы. Ал балалар, келесі соңғы жаттығу 45-ші сөздерді оқып, көшіріп жаз. Басшы, сарыарқа, досжан, теңізші, жазса, түнгі, ашса, сөзсіз, сөнбеді, жанбады. Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Үлгі, жазылуы: басшы, бос жан, сарыарқа, досжан, теңізші, жазса. Айтылуы: басшы, бозжан, сарыарқа, досжан, теңізші, жазса. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.